Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, апай? Жақсы отырамыз. Балалар, біз өткен сабақта сендермен Бердібек Соқпақбаевтың 16 жасар чемпион атты әңгімесімен танысқан болатынбыз. Бүгін осы тақырыпты біз ары қарай жалғастырамыз. Сабағымыздың мақсатымен танысайық. Сабағымыздың мақсаты прозалық шығарманы тыңдау, шығармада көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындау. Бұл біздің сабағымыздың бүгінгі мақсаты. Жақсы балалар, сабағымызды бастамас бұрын кішкене сергіп алайық, психологиялық ахуал. Қазір мына лентаны ортаға шығып барлығымыз ұстаймыз. Одан кейін төбеге көтеріп бір шапалақ ұрып, оны қайтадан ұстап алуымыз керек болады. Тағы да төбеге лақтырамыз, екі шапалақ қайтадан ұстап алуымыз керек. Одан кейін үшінші көтергенде айналып, қайтадан лентаны ұстап алуымыз керек болады. Түсінікті ме? Бұл барлығымыз жұмыла жасалатын жаңағы психологиялық ахуалымыз болады. Сендердің қаншалықты жұмыла бірге жұмыс жасайтындарыңды осы жерде көретін боламыз. Жақсы? Келеміз ортаға. Барлығы. Так. Түсінікті ғой? Ережесі, шарты. Артем, тек шарт жоғары. Жақсы балалар, бастайық. 1, 2, 3. Жақсы балалар, күнде жақсы бірге ұйымдасып жұмыс жасаңдар, енді орындарына отыра қойыңдар. Балалар өткен сабақ бойынша үй жұмысын пысықтап жібереді. Ол үшін Майгра платформасын қолданамыз. Бұл жерде сұрақтар беріледі, сол сұрақтарға дұрыс жауап беру керек болады. Так, бірінші сұрақты ашамыз. Бірінші сұрақ бізде Мұрат нәзік бала болды ма? Қалай білесіздер? Кім жауап береді? Вика айта ғой. Я, Мұрат нәзік бала болды. Жақсы, ал көрейік белгілеп. Сұрақ. Әкесінің есімі кім болды? Мұраттың әкесінің есімі кім екен? Маргарита. Жақсы, белгілеп көрейік. Дұрыс жауабын, дұрыс екен. Мына суретте берілген кісінің есімі кім екен? Кім бірінші табады? Эмиль. Бердібек Соқпақбаев. Жақсы, тексерейік. Жақсы, жарайсың. Келесі сұрақ. Аттың қарсыласы Николай Трофимович пе? Кім жауап береді? Артем, келіп. Дұрыс. Дұрыс, жақсы, көрейік. Жақсы, жарайсың. Келесі бізде ақш боксшысы Сандерс жеңіске жетті ме? Жеңіске жетті ме екен Сандерс? Яғни Мұраттың қарсыласы, Сандерс жеңіске жетті ме? Кім жауап береді? Глеб. Жақсы. Көрейік. Қате жауап. Кім жеңіске жетті? Әрине, Мұрат жеңіске жетті. Жақсы балалар, барлығына дұрыс жауап бердіңдер, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі тақырыбымызға байланысты жаңа сөздермен танысайық. Саулық, здоровье, тазалық, чистота, тамыр, корень, маңызды, значение, иық, плечо және әскер, армия немесе войска. Осы сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз.
бірінші топқа бөлініп алайық. Я ол үшін Казмас платформасы арқылы қазір топқа бөлінеміз. Так, екі топқа бөлінеміз. Мына жерде осы платформа өзі сендерді бөліп берді. Бірінші топта Глеб, Виктория, Илья, Эмиль. Екінші топта Маргарита, Джабраил, Миша және Артур. Осы тізім бойынша қазір екі топқа бөлінеміз. Балалар, енді бүгінгі тақырыбымызға байланысты қазір топтық жұмыс орындайтын боламыз. 16 жасар чемпионатты әңгімеге байланысты сіздерде мына жерде голограмма платформасы арқылы тапсырма берілген. Осы тапсырмаға ұялы телефондарыңызбен қосып, QR кодпен тапсырманы орындайсыздар. Топ басшысы мына QR кодқа кіріп, басқаларымызға түсіндіреміз. Бердібек Саппақбаевтың 16 жасар чемпионатты шығармасы бойынша топтық жұмыс орындаймыз. Бірінші топ тапсырмасы әңгіме мазмұны бойынша талдау, екінші топ тапсырмасы кейіпкерлерге талдау жасау. Балалар, топтық жұмысты өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Енді бір-бірімізді дескриптор арқылы бағалап жіберейік. Бірінші топтың тапсырмасы айтылу керек дүниелер әңгімеде не туралы баяндалатынын түсіндірді ме? Түсіндірді. Басты кейіпкер кім және ол қандай жетістікке жеткендігі туралы айтылды ма? Айтылды. Оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісі, шешімі қалай өрбейтінін анықтады ма? Анықтап толық бұл тапсырманы ашып орындап берді. Жақсы, енді екінші топты бағалап жіберейік. Басты кейіпкердің бойындағы қасиеттерді сипаттап берді ме? Сипаттап берді. Қандай қиындықтарды бастан өткергендігін анықтады ма? Анықтап айтып берді, ашып. Кейіпкердің мінезі, мақсатқа жету жолындағы табандылығы жайлы, оны да бізге ашып айтып берді. Яғни тапсырма екі топта толық ашып бізге түсіндіріп берді. Жақсы, жарайсыңдар. Мазмұны бұл әңгіме жас спортшы Мурат туралы. Ол кішкентайынан боксқа әуестеніп, үлкен армандарға ұмтылады. Әңгімеде оның еңбекқорлығы, қиындыққа мойымай алға ұмтылуы, жаттығу барысы және жарыстағы жеңісі баяндалады. Мурат 16 жасында чемпион атанып, өз мақсатына жетеді. Жақсы, жарайсың. Келесі. 16 жасар чемпионның мінезі қазақ әдебиетіндегі маңызды шығармалардың бірі. Бұл шығармада жасөспірімнің ерік-жігері, табандылығы мен арманына жетуге күрес суреттеледі. Енді әңгіменің мазмұны бойынша талдау жасап көрейік. Әңгімесінің тақырыбы: жасөспірімнің спорт арқылы өзін-өзі дамыту, табысқа жету жолындағы күресі. Әңгімесінің идеясы: табандылық пен еңбек арқылы кез келген армандарға жетуге болады. Жас адам алдына мақсат қойса, оған жету үшін қайрат, сенім және тынымсыз еңбек қажет. Тапсырма бойынша жұмыс жасайық. Learning Apps платформасы арқылы сөз тіркестерін
тауып шығармадағы көтерілген жалпы адамзаттық мәселені анықтаймыз. Біздің мақсатымыз, мақсатымызға оралатын болсақ, біз шығармадағы жалпы адамзаттық мәселені анықтауымыз керек болатын. Осы тапсырмада сол жаңағы мақсатқа жету жолында осы тапсырманы орындайтын боламыз. Жақсы ма? Еңбек ету. Жақсы, көрейік. Еңбек ету. Еңбек ету. Жарайсың, дұрыс жауап бердің. Келесі, Маргарита. Спортпен айналысу. Спортпен айналысу. Жақсы, дұрыс жауап бердің. Келесі. Сөз тіркесін тапқан бар ма? Қандай сөз тіркестерді құрауға? Жақсы, келесі сөз тіркесі Глеб. Жаттығу жасау. Жақсы көрейік. Жаттығу жасау. Дұрыс жауап бердің. Келесі сөз тіркесі Вика. Тыныс алудың жұмысы. Жарайсың. Тыныс алудың жұмысы. Жақсы, дұрыс жауап бердің. Келесі, Артем. Дүниежүзілік чемпион. Дүниежүзілік чемпион. Яғни Мұрат дүниежүзілік чемпион атанды. Жақсы. Келесі сөз тіркесі Миша. Оқыс. Көрейік. Жарайсың. Келесі бізде екі сөз тіркесі қалды. Кім шығады екен? Ал қалай болады екен? Мұраттың жетістігі. Жақсы. Мұраттың жетістігі. Көрейік. Дұрыс жауап бердің. Келесі тіркесі қалды. Жабраил. Шынықсаң, шымыр боласың. Жақсы. Яғни спортпен айналыссақ, барлығымыз деніміз сау әрі шымыр боламыз. Екінші топты тыңдайық, Маргарита. Басты кейіпкердің бойындағы қасиеттер, табандылық кейіпкер қиындықтарға қарамастан өз мақсатына жетуге деген ынтасын жоғалтпайды. Ол жабытуларды үзбей жалғастырады. Кейін сәттерде мотивациясын сақтайды. Еңбекқорлық спортта жетістікке жету үшін қажырлы еңбек қажет. Сенімділік. Ол өз күшіне сенеді. Мақсаткерлік. Кейіпкердің өмірінде нақты мақсаттары бар. Оларды жүзеге асыру үшін барын салады. Жақсы. Жарайсың. Келесі топ бойынша Артем тыңдайық. Еңбекқорлық спортта жетістікке жету үшін қажырлы еңбек қажет. Кейіпкер күн сайын жаттығып, өз шеберлігін арттыруға тырысты. Біз екінші топқа 10 балл қоямыз, өйткені олар тапсырмалар дұрыс жасайды, топтық жұмысы көрінеді, және де тақырыбы толық ашық. Адамдарға спортпен айналысу керек. Бұл өмірге керек. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы жақсы орындап болдық. Енді бір-бірімізді бағалап жіберейік. Маргарита, бірінші топты қалай бағалайсың? Біз бірінші топқа 10 балл қоямыз, өйткені ол жақсы ой тапсырма жасады, жақсы топтық жұмыс, жақсы. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы дұрыс орындап шықтыңдар. Енді бір-бірімізді бағалап жіберейік. Маргарита, бірінші топқа қандай баға бересің? Біз бірінші топқа 10 балл қоямыз, өйткені ол жақсы тапсырма жасады. Балалар, енді сабағымыздың соңына келіп қалдық. Тапсырмалардың барлығын жақсы орындап шықтыңдар. Біз мақсатымызға жете алдық деп ойлаймыз.
байланыс EduComplete платформасы арқылы қазір сабағымызды қорытындылаймыз. Берілген сұрақтарға жауап береміз. Сонымен сабағымызды тәмамдаймыз.